if requires headphones, please make sure to bring them with you. Кому необходимы эти наушники, пожалуйста, можно взять. Қолқаптарыңыз тағы болғанын сұраймыз. Төртінші сессияны бастаймыз. Бұл сессия Орталық Азия мен бойынша ол төртінші Орталық Азияның қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша конференциясы. Бұл платформа үшінші рет өтіп жатыр. Осы формат аясында Астана Think Tank форум аясында екінші рет, және ол Орталық Азияның сараптамалық форумымен тығыз байланысты. Ташкентте өтті тамыз айында. Алдыңғы сессияларда біз жаһандық мәселелер туралы қозғадық. Ядролық таратпау туралы бір спикерлердің бірі, өтінші елші өте қызықты бір ойды айтты. Уақыт тек ұлы державаларды, әлемдік тәртіпті айқындайтын ұлы державалар уақыты бүкіл әлемдік саясатты үлкен ұлы державалардың шешуімен, анықтауымен болса, қазір ол уақыт өтті. Қазір біз орта державалардың да, шағын державалардың да рөлінің артып жатқанын көріп отырмыз. Орталық Азияның рөлі өзгеріп жатыр. Біз осы позитивті осы өзгерістерді көріп отырмыз. Өңірлік контекстini көріп отырмыз. Барлығы әрі қарай не болады деген ойда, қандай бағыттар болады, Орталық Азияның даму бағыттары. Қараша айында 8-ші консультативті кездесу өтеді. Бұл формат өзін жетіп пісілді. Көптеген уақыттың сын-қатерлерінен өтті. Біз әртүрлі сын-қатерлі өзекті мәселелер талқыланды. Оның ішіндегі шекара мәселесі бойынша, ынтымақтастық, транзит бойынша жоспарларымыз бар. Дегенмен барлығы Орталық Азия мемлекеттеріне байланысты емес, климаттық өзгеріс мәселелері бар. Сонымен қатар су ресурстарын бөлу мәселесі, бұның барлығы күн тәртібінде. Осы сараптамалық деңгейде, сарапшылар деңгейінде осы бағыттардың векторын айқындау, біз қандай бағытта дамып жатырмыз, Орталық Азия қай бағытта дамып жатыр, біздің өңірлік күн тәртібіміз қандай болмақ, оның бәрін талқылау өте маңызды. Бірінші спикеріміз стратегиялық зерттеу институтының директоры Жандос Шаймардан мырзаға бергім келеді. Сөз сізде. Біздің форматымыз 1-5 минут. Содан кейін біз жауап. Большое спасибо. Вот вы подошли, мы уже к середине первого дня. Бірінші күннің жарысынан да өттік. Бұл жерде ең сондай тұрақты, сондай тақырыпты қызықтырып отырғандар, солар қалды деп айтуға болады. Сонымен қатар біздің осы панельдік, 4-ші панельдік сессиямыз Орталық Азияға байланысты. Осы форумның барлық қатысушыларын талдау орталықтарының, халықаралық ұйымдардың, дипломатиялық корпус пен академиялық қауымдастықтың өкілдерін шын жүректен қарсы алуға қуаныштымын. Бүгінгі кездесу ерекше кезеңде өтіп отыр. Бізді қоршаған әлем бұрын соңды болмаған жылдамдықпен өзгеріп келеді, және мүмкін соңғы 10 жылдықтарда алғаш рет жаһандық тұрақтылықтың тағдыры жекелеген өңірлердің сенімді сақтау, тұрақтылық пен ынтымақтастық қабілетіне байланысты екенін айқын сезінудеміз. Орталық Азия жаңа кезеңде өзінің субъектілігімен біртұтастығын сезініп, жаһандық сын-қатерлерге ортақ жауап беруге және осындай әлемге оң күн тәртібін ұсынуға дайын. Соңғы жылдардағы саяси байланыстардың жандануы, мемлекет басшыларының жыл сайынғы кеңесші кездесулері, жаңа өңірлік алаңдардың пайда болуы, блоктар мен қарсы тұрусыз жаңа ынтымақтастық тәжірибесін қалыптастырды. Маған осы 3 бағытты айқындауды рұқсат етіңіздер. Сенім мен өзара құрмет бізді берекетті, енді бұл әлеуметтік капиталды институционалдық ресурсқа айналдыруымыз қажет. Біріншіден, осы Орталық Азияның әлемдегі орнын түсінуге қатысты тәсілдерді айқындағым келеді. Біріншіден, қауіпсіздіктің жаһандық архитектурасы жүйелі турбуленттілігі бастан
өткеріп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесін бастап қару-жарақты бақылау жөніндегі шарттарға дейінгі классикалық тетіктер тиімділік дағдарысына тап болды. Қазақстан президенті Біріккен ұлттар ассамблеясы бас ассамблеясындағы сөзінде атап өткендей, халықаралық құқықтың өрескел бұзылуы жаңа қалыпқа айналып, жаһандық тұрақтылықты әлсіретіп, халықтар саяси көшбасшылар мен мемлекеттер арасындағы сенімді шайқалтты. Осындай үрдістер аясында халықаралық қатынастардың өңірленуі күшейіп келеді. Асиян, Орталық Азия сияқты өңірлер келіссөздер жүргізуге, іс-қимыл жасауға және сенім орнатуға болатын кеңістікке айналуда. Бұрын өңірлік мәселелер көбіне сыртқы күш орталықтарының мүддесінде шешілсе, бүгінде көптеген бастамалар өңірдің өз ішінде туындап отыр. Астанада өткен 6-шы кеңесші кездесу барысында Орталық Азия 2040 өңірлік ынтымақтастықты дамыту тұжырымдамасы қабылданды. Бұл құжат бірлескен салалық жоспарлар әзірлеуге жол ашатын негізгі сондай стратегиялық бағдар болып табылады. Және де осы Орталық Азия бейбіт қатар өмір сүрудің, тепе-теңдікті сақтаудың және ымыра табудың бірегей тәжірибесіне ие. Бұл тәжірибе жаһандық басқару мен қауіпсіздік қағидаттарын қайта ой елегінен өткізуге аймақтың маңызды үлесі болып табылады. Осы тұрғыда орта державалар сарапшыларының альянсын құру мүмкіндігін қарастыруды ұсынамыз. Бұл платформа көзқарастарды, мүмкіндіктерді және жобаларды үйлестіру алаңына айналуы ықтимал. Мұндай құрылым Біріккен ұлттар ұйымының жаңғыртудың зияткерлік құралына айналып, қауіпсіздік, орнықты даму және жауапкершілік мәселелеріне келісілген тәсілдерді әзірлеуге мүмкіндік береді. Оның практикалық бағыттарының бірі соғыс қимылдарынан азат кеңістіктер тұжырымдамасын ілгерілету болуы мүмкін. Бұл жаңа сенім философиясы мен президентивті дипломатия негізін қалайды. Екіншіден, өңір цифрлық шешімдер әзірлеудің орталығына айналып келеді. Бұл жаңа бәсекелес мүмкіндік, оны дамыту бағыттарын сараптамалық тұрғыдан анықтау қажет. Қазақстан мен көршілес елдер бүгінде цифрлық өзара осы жақында ғана мен мынаны байқадым. Осындай қазақстандық стандарттардың бірі осы $1 миллиард бағаланып, ол Түркістанға сондай бағытталды және де осы бұл ең маңызды сондай оқиғаның бірі біздің өңір үшін. Қазіргі кезде біз олардың бәрін құрып жатырмыз және ол қазір сондай айқындалғандығын да дәлелдейді. Мына қаржы технологиясы, яғни біз қазіргі кезде мына жаһандық шешімдерді ұсына аламыз және де олардың барлығы біздің нарықтарда жүзеге асырылады. Енді осы жерде бізде тағы да үлкенірек потенциалдар бар. Қазақстан мен көршілес елдер бүгінде цифрлық өзара іс-қимылдың кешенді экожүйесін қалыптастыруда. Жетілген электрондық үкімет онлайн қызметтердің жоғары халықаралық бағалануы, цифрлық фискалдық инфрақұрылымның дамуы соның барлық дәлелі. Біріккен ұлттар ұйымының деректері бойынша Қазақстан онлайн қызметтер индексі бойынша әлемнің үздік 10 елі қатарына енді және 193 елдің ішінде цифрландыру деңгейі бойынша 24-ші орынды иеленді. Бүгінде мемлекеттік қызметтердің 98% смартфон арқылы қолжетімді. Биометриялық сәйкестендіру мен QR қолтаңбалардың енгізілуі электрондық қызметтер алу процесін айтарлықтай жеңілдетті. Бір жыл ішінде қазақстандықтар 23 миллионнан астам құжатты QR код арқылы қол қойған. Алайда бұл үрдерістер тек экономикалық өсудің құралы ретінде ғана емес, сонымен қатар қауіпсіздіктің элементі ретінде қарастырылуы тиіс. Цифрлық тұрақтылық ұлттық және өңірлік тұрақтылықтың ажырамас бөлігіне айналып отыр. Дәл осы Орталық Азияда цифрлық сенім мен жасанды интеллект этикасының жаңа стандарттарын қалыптастыру мүмкіндігі бар екен атап өткім келеді. Бүгіннен бастап цифрлық сенім мәдениетін қалыптастыру туралы сөйлесуді бастау маңызды, яғни осы Өзбекстанда, Қазақстанда, Қырғызстанда осы жерде жастар бола отырып, бізде олар біз үшін үлкен дивиденд болады.
Яғни бұл өскелең ұрпақ, бұл тек қана мына осыған байланысты бүгінгі форум аясында біз арнайы сессия өткізуді жоспарлап отырмыз. Осы жерде мен уақыттың сондай шектеулі болғанын байқап отырмын. Сіздердің назарларыңызды мынаған аударып өткім келеді. Яғни осы Қазақстанның басты күші өзгерістерге бейімделгенде, сондықтан мемлекеттік саясат жастар энергиясын білім, инновация және кәсіпкерлік бастамалар арқылы шығармашылық арнаға бағыттау тиіс. Президент өз жолдауында елді цифрлық мемлекетке айналдыруды басты басымдық ретінде атап өтті. Бұл ең алдымен адам капиталы тез үйреніп, жобалы жаңаны тәжірибеде қолдана алатын адамдар. Бүгінгі экономика біздің IT инженерді, директор операторларына және басқа мамандарды қаншалықты тез даярлай алатынымыз тікелей байланысты. Осы қазіргі кезде бүкіл қазақстандықтардың көбісі осы жасанды интеллекттің осындай мәселесіне қалды. Енді демографиялық мәселеге келетін болсақ, осы қазіргі кезде ол да біздің негізгі мәселелердің бірі болып табылады. Яғни осы жерде мынау жақсы көршілік саясатына өзара үйлескен даму саясатына көшу қажет. Егер біз өз күш-жігерімізді жаһандық бастамаларда, цифрлық технологияларда және ғылыми әлеуетті дамытуға беретін болса, құрметті әріптестер, бүгінгі таңда біздің осы бізде мынау саясаттан осындай жақсы көршілес мәселеге көшуіміз қажет болып табылады. Яғни бұл жерде мынау Орталық Азия болашақтың алаңы болып табылады және де ол басқа өңірлерге де үлгі ретінде қолданылады. Сізге көп рахмет. Жандос Нұрланұлы, сізге көп рахмет. Цифрландыру ол қазіргі кезде үлкен патенттердің бірі болып табылады. Және де енді осы біздің орталықтандыру, мысалға көршілес Иранда бірнеше жыл арасында қуаңшылық болып жатыр. Яғни Орталық Азия ол климаттық деңгейде бізде көп байқалады. Яғни біздің өңірдің өзінде де осындай бұл өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Осы бағытта біз қандай шараларды қолдана аламыз? Су ол бізде өте маңызды мәселелердің бірі болып табылады және қазіргі күн тәртібінде белсенді өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Су ол қазір біздің елдер арасындағы сенімнің айнасы іспеттес. Яғни осы трансшекаралық сондай шекараларды реттеу мәселесі, сонымен қатар біз осы біздің өңірді тұрақтылыққа байыту деген сияқты осы мәселелерді қарастырамыз. Және де біздің аналитикалық институттардың өздері осы су дипломатиясы, трансшекаралық дипломатияны реттеу, яғни осы модельдердің барлығын біз сіздермен бірлесе отырып әзірлеп отырмыз және де бұл болжамдар бізге өте қажетті және де біз тиісті шешімді қабылдауымыз керекпіз. Яғни осы тарапта аналитикалық желі болу керек, біздің зерттеу орталықтары да осы бағытта жұмыс жасап, бұл өз кезегінде яғни шешім қабылдау үшін өте пайдалы болады, әсіресе ол халықаралық ұйымдардың деңгейінде өз шешімін табатын болады. Және біріккен ұлттар ұйымы, олар да осы біздің өңірдегі инфрақұрылымды шешу мәселесін ұсынуда. Әрине бұл Афганистанның қатысуынсыз мүмкін емес. Бұл жерде жалпы жаңағы сумен қамтамасыз ету мәселесі, яғни біздің мемлекеттер экономикалық болсын, су қауіпсіздігі болсын, біздің осы өңірдегі елдердің арасындағы өзара байланыстар және де қарым-қатынас арқылы осы мәселелерді шешу. Яғни осыған ұқсас іс-шараларда біз тек қана болжамдарды ғана айтып қана қоймай, сонымен қатар осы мәселелер бойынша тиісті шешім қабылдауымыз керек. Рахмет сізге. Енді суға қатысты айтын болсақ, осы Орталық Азия елдеріндегі Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан өте сондай бірегей су қоймасына бай өңір болып табылады.
яғни ол осы экономикалық саяси даму бағытында да су мәселесі бұл жақта өте жақсы қойғанған. Біздің ойымша осы орталықтандырылған мәселе ретінде болу керек. Енді келесі біздің спикеріміз Османзада Хайрулы. Ең бірінші осы біздің осы форумда отырғандарыңыз үшін зор ризашылығымды білдіремін, шақырғандарыңыз үшін. Тәжікстан шынында да тәжірибесі мол, су ресурстары да Орталық Азияның Тәжікстанда қалыптасады. Осы Тәжікстан мемлекетінде және осы су ресурстарын қолдану көптеген мәселелермен тығыз байланысты. Және сол себепті уақыт тұрақты болу үшін сол себепті эрозия мәселесі де өзекті болады. Және осы орта және шағын мемлекеттерде бұл мәселелерде нәтижесінде ол әртүрлі қарама қайшылыққа толы бәсекелестікке алып келеді. Және оған қоса трансшекаралық террористік сын қатерлер бар. Сонымен қатар бұл үлкен ойыншылардың да қатысуымен бұл үшінші мемлекеттерге әсер етеді. Ол себепті олар өз ресурстарын өздерінің қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету, сонымен қатар тағы бір мәселелердің бірі ол осы Орталық Азия өңірде осы даму кезеңіне өтіп жатыр. Оның ішінде саяси, экономикалық дамудың балама үлгілеріне бөлініп кетпей, өзінің даму мақсаттарына сай келетін батыстық модернизация стратегиясының және қалыптасып келе жатқан Азияның немесе дамушы қоғамдарға тән баламалы даму үлгілерінің үйлесімін таба білді. Бұл біздің стратегиялық даму мақсаттарымызда көрініс тапты. Тәжікстанда ұлттық 2030 жылға дейінгі стратегиялық даму саясаты бар. Біз онда сол себепті біздің елдерімізде қазіргі полюстерден, жаһандық полюстерден сонымен қатар күш орталықтарына айқын бейімделу байқалмайды. Сонымен қатар біз дамушы экономикаларда қалыптасып жатқан инклюзивті бағыттардың артықшылықтарына да үлкен қызығушылықпен қараймыз. Бұл бағыттың ерекшелігі дамушы елдердегі ынтымақтастық пен өзара қамқорлыққа негізделуі. Бұл қазіргі қатынастардағы тән тұрақсыздық пен белгісіздіктің кері әсерін азайтуға мүмкіндік береді. Орталық Азия түрлі күш орталықтарының мүдделерін түйісетін аймақ, бірақ оның өңір елдері әлемдік жүйенің көп полярды бола түсу өздігінен тұрақтылық пен орнықты дамуға кепіл бола алмайтынын жақсы түсінеді. Осы тұрғыда жаһандық тұрақсыздықтың күшеюіне қарамастан Орталық Азия фрагментацияға ұшырамай, бытыраңқылыққа ұшырамай, керісінше өңірлік интеграцияны күшейту бағытында табысты қадамдар жасауда. Көптеген мәселелер бойынша бейтарап ұстаным ұстау Орталық Азия елдеріне түрлі бәсекелестік блоктары мен жаңа коалициялардың орбитасына тартылып кетпеуге мүмкіндік беріп отыр. Әрине бұл жаһандық ресурстар үшін жүріп жатқан қатаң бәсеке жағдайында оңай емес, алайда барлық мүдделі елдермен сындарлы өзара іс-қимылды дамыту арқылы бұл мақсаттарға қол жеткізу мүмкін. Осы бағыттағы өңір экономикасының өсуіне де ықпал етуде. Бүгінде Орталық Азия елдерде экзистенциалды қауіптерге қарсы бірлесіп әрекет етуге, азық-түлік және энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, экологиялық және биологиялық әртүрлілікті сақтауға бағытталған күш-жігерді біріктіруде. Сонымен қатар ол жаһандық энергетика, климат және көлік мәселелерін шешуге де белсенді қатысып келеді. Осы нәтижесінде Орталық Азия елдері әлемдік үрдістердің ажырамас бөлігіне айналды. Ал бұл үдерістердің қарқыны соңғы жылдары айтарлықтай артты.
Сондықтан өңір үшін жаңа жағдайларға бейімделу, әлемдік өңірлік үрдістерге өз мүдделеріне сай лайықты жауап беру парадигмаларын қалыптастыру қажеті туындап отыр. Қазіргі күрделі жағдайда мұндай тұжырымдамалық үлгіні қалыптастыру оңай емес. Бірақ өңір елдері өзара ықпалдастықтың жаңа серпінін түсініп, қайта пайымдауға ұмтылуда. Соңғы жылдары әлемдік өңірлік процестерге біз ол туралы біздің әріптестеріміз айтты. Соңғы жылдар Орта Азия елдері өңірлік ынтымақтастықтың кең өрісі ашылды. Соңғы жылдары терроризм, сонымен қатар есірткі қару-жарақтың заңсыз айналымына, басқа да трансұлттық қылмыстарға қарсы күрес саласында ынтымақтасуда. Біз осы мәселелерді өңірлік халықаралық қауымдастықтың өкілдері де қатысып отыр. Бұл Душанбеде су мәселелері бойынша Душанбе шектелген трансұлттық қауіптерге, қылмыстарға қарсы осы есірткі мәселелеріне күресу бойынша конференциялар өтуде. Біз бүгінде жаһандық институттармен қатар өңірлік байланыстар мен ынтымақтастықтың да қайта жанданып келе жатқанын көріп отырмыз. Орталық Азияда бұл үдеріс айқын көрініс табуда. Өңір елдері тиімді өңірлік өзара іс-қимыл үлгісін қалыптастыра белсенді жұмыс жүргізіп жатыр. Кейбір ынтымақтастық түрлері институционалдық сипатқа ие болды. Мысалы, аралды құтқару қоры сияқты су ресурстарын басқару саласында, көлік және логистика бағыттарында бірқатар тиімді институттар құрылды. Осы бастамалар Біріккен ұйым тарапынан да қолдау табуда. Осыған байланысты Орталық Азия және жаңа шындыққа қалай бейімделе алады? Экономикалық белсенділік орталықтарының ауысуы жағдайында жаңа мүмкіндіктерге қалай жол аша алады? Және өңір елдері бұл үдерістердің өңір тұрақтылығы мен орнықты дамуына нұқсан келтірумен қалай қалайды? Біз үшін басты міндеттердің бірі ішкі және сыртқы деструктивті күштерге қарсы бірлескен өңірлік қауіпсіздік жүйесін қалыптастыру, өңірлік істерге сыртқы араласудың алдын алу. Қазіргі уақытта осы жылы қол қойған декларацияда көрініс тапты. Осы шекаралар туралы, осы Тәжікстан мен Өзбекстан, Қырғызстан арасында шекара бойынша декларация қол қойылуы, бұл біздің шекара мәселелерін шешті. Және біздің елдеріміздің арасындағы бейбіт өмір сүру үшін негіз қалайды осы мемлекеттердің халықтарының. Сол себепті біз осы күштердің үйлесімді болуы 10 жылдар бойы болашақ ұрпақ үшін осындай қадамдар қабылдануда. Қазіргі уақытта теңгерімді қауіпсіздік саясатын қалыптастыру, білетіндеріңіздей Шанхай ынтымақтастық ұйымының кездесуі, сонымен қатар осы Орталық Азия мемлекеттерінің консультативтік кеңесі, осының барлығы Орталық Азияда тиісті пространство бар, осы тиімді түрде ынтымақтасу үшін. Және сол себепті олардың инвестициялары өзара бір-бірін толықтырады және бір-біріне қарама-қайшы емес, керісінше бір-бірін толықтырады деп атап өткім келеді. Рахмет. Рахмет сізге, Харин Усманов. Атап өттіңіз, Худжан декларациясы, ол шынында да тарихи нәтиже. Және біз осы Орталық Азияның, біздің өңіріміздің, біз бұған шынында да ерекше үмітпен қараймыз. Орталық Азия көптеген мемлекеттер, көптеген модельдер, және осындай Түркменстан мемлекеті, Түркменстанның тәжірибесі, ол да бірегей. Сіз отыр айттыңыз, ол C+1 форматына қатысады. Және аққуының халықаралық аралды құтқару қорына қатысады. 94 жылдан бастап Өзбекстан осы өңірлік диалогтың маңызды қатысушысы.
Режепов Батыр мырза, сөз кезегі сізде. Қайырлы күн, құрметті қатысушылар, форумға қатысушылар. Ең алдымен осы форумды ұйымдастырушыларға зор ризашылығымды білдіремін, және шақырғандар үшін бүгінгі сессияға. Біз үшін Түркменстан тарапының бұл көзқарасы 2025 жылдың қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Білетіндеріңіздей, Түркменстан тарапы бойынша Біріккен ұлттар ұйымының бір ауыздан 2025 жылды халықаралық бейбітшілік күні, сенім күні деп атап өтті. Оның автор ретінде 86 мемлекет болды. Бүкіл әлемнің сенім күні. Біз барлық қатысушыларды қарсы алуға қуаныштымын. Және осы тақырыпқа деген ерекше басымдық беріп жатқаны үшін де қуантарлық. Өзара ынтымақтастықты күшейту, сенімді күшейту. 2025 жылы Түркменстан осы өзінің мәңгілік бейтараптық статусын жариялағаннан бері 30 жыл орын алды, 30 жыл мерейтойы болды. Бұл аталмыш статус Біріккен ұлттар ұйымының 95 жыл 12 желтоқсанда бұл бекітілген болатын. Бұл тарихи қадам Түркменстанның сыртқы саяси доктринасының көрінісі, мемлекеттің бейбіт және сындарлы тәуелсіз дамуын айқындады. Бейтараптылық бұл Түркмен мемлекетінің басты тірегі. Соңғы 30 жылда Өзбекстан осы бейтараптық қағидатына берік болды. Және халықаралық ынтымақтастықтың бұл осындай тұрақты және кезең-кезеңмен айқындалатын қадамдар 3 резолюцияның қабылдауына арқау болды. Бұл 3 резолюция осы Түркменстанның бейтараптылығына қатысты болды. Соңғысы 2025 жылы 12 наурызда қабылданды. Бір ауыздан олар Түркменстан моделінің бейтараптылығы қазіргі әлемдегі дүрбелеңдіктің өсіп келе жатқан уақытында қаншалықты маңызды екенін көрсетті. Түркменстанның бейтараптылығы бұл превентивті саясаттың тиімді тетігі болатынына, және бүкіл әлемдегі қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, диалог үшін алаңды ұсынатынын көрсетті. Сонымен қатар бұл статус позитивті мысал ретінде басқа мемлекеттерге көрсетеді. Және осы бейбіт тату көршілікке өмір сүруге, халықаралық құқықтың қорғауға бағытталатын мемлекеттер үшін мысал болып табылады. Түркменстан жан-жақты саясатты қолдайды. Халықаралық сонымен қатар өзара тиімді осы теңдестірілген саясатты қолдайды. Бұл бағытта Ашхабадта осы бейтараптылық және қауіпсіздік институтын құруды құрайды. Бұл бейтараптық бойынша зерттеу әлеуетін қалыптастырады. Осы Түркменстанның бейтараптық маңызы күннен күнге өзінің растауын табуда, яғни қазіргі уақыттағы жағдайды ескере отырып. Соңғы бір мысалдардың ретінде ол біздің мемлекеттің бастамасымен және Біріккен ұлттар ұйымының аясында осы бейтараптық топ мемлекеттері, дос мемлекеттері, оның құрамына қазір 20 мемлекет кіреді. Олардың осы диалогқа, өзара құрметке дегізден бейілділіктері, сонымен қатар ішкі істерге, бір-бірінің ішкі істеріне араласпау қағидаттарын ұстанады. Мұндай мемлекеттердің жиналуы, өкілдік бұл бейтараптық саясаттың қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Қазіргі шындықта осы орайда сәтті пайдалана отырып, ізгі ризашылығымды Қазақстан Республикасының үкіметіне жолдағым келеді. Олардың жан-жақты қолдау үшін, осы құрылымның қолдау ісіне белсенді атсалысқандар үшін, бейтараптық қағидатының өзектілігі күннен күнге артып жатыр. Түркменстан президентінің белсенді саясатының нәтижесінде жаңа мүмкіндіктерді ашып, жаңа ынтымақтастық көкжиектерін ашып жатыр. Осы орайда 2 желтоқсанда 2024 жылы 43-79
бас ассамблея сессиясында Түркменстанның ұсынған, орталық Азия мемлекеттерінің атынан ұсынған осы орталық Азиядағы ядролық қарудан бос, азат өңір резолюциясы қабылданған болатын. Бүкіл әлемдегі бұл бүкіл ең алғашқы рет бүкіл осы өңірдегі ядролық азат мемлекет, азат континент ретінде мойындалды. Осы оның бірі Ашхабадта мерейтойлық саммит өтті. Ол осы ядролық қарудан бос азат мемлекеттерді құру бойынша бұл аталмыш келіссөздің нәтижесінде конференция кезінде орталық Азиядан өңіріндегі осы Латын Америкасында және Кариб бассейніндегі бұл құжат біз ядролық азат аумақтардың өзара ықпалдасу үшін ықпалдасуына ұйытқы болды. Және ең басты бейбітшілік күш-жігерлерінің Біріккен ұлттар ұйымының қағидаты басты жарғысы, басты құндылық болады. Бұл әділетті және бейбіт кез келген мәселелерді, дауларды бейбіт жолы шешуге мүмкіндік береді. Және Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының Түркменстанның әрдайым бейтараптылығы, ол сонымен қатар бейтараптылықты сақтау, бейбітшілік үшін сақтау, қауіпсіздік үшін, және сонымен қатар Түркменстанның осы арағайындылық палатасын құруға мүмкіндік береді. Бұл бейтараптық мемлекеттердің әлеуетін қолдануға, осы бейбіт кез келген қақтығыстарды бейбіт жолмен шешуге мүмкіндік берді. Ең алғашқы рет осы күн тәртібіне енгізіле отырып, бас ассамблеяның 80-ші сессиясында бейтараптық, қауіпсіздік және бейбітшілік үшін бейтараптық тақырыбында бұл Өзбекстан бейтараптық саясатының рөлі және маңыздылығы бойынша бұл ең алғашқы 2026 алғашқы 6 айында бұл 2025 жылы қабылданған резолюцияға сәйкес қабылданды. Трансұлттық сын-қатерлер, оның ішінде әлемдік терроризм, Өзбекстан осы бағыттағы превентивтік саясат аясында күш-жігерді біріктіруге шақырады. Өзінің бейтараптық саясатына ескере отырып, негізделе отырып, Түркменстан серіктестік қарым-қатынастарды, Біріккен ұлттар ұйымының серіктестік қарым-қатынастарды одан әрі кеңейтуге ниетті. Осы орайда Түркменстан контртеррористік басқармасының жұмысын қолдайды Біріккен ұлттар ұйымының. Сонымен қатар даму, осы контртеррористік басқарманың жасалған жұмыс, бұл Ашхабадта тұрақты контртеррористік басқарманың ашуды көздейді. Бұл терроризмнің алдын ала ескертеді. Бұл жаңа кеңесте превентивті шараларды қабылдауға, өңірдегі алдын ала ерте ескерту, алдын ала хабар беруді көздейді. Превентивтік саясаттың ерекшелігі ол әлеуетті сын-қатерлерді алдын ала пайда болмас түрін айқындауға, анықтауға мүмкіндік береді. Бұл жерде мысал ретінде Біріккен ұлттар ұйымымен тиімді түрде ынтымақтастықты мысал ретінде айтуға болады. Осы Түркменстанның ұсынысымен превентивтік саясат бойынша, орталық Азия үшін превентивтік саясат бойынша орталық құрылым құрылатын болады. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының шешіммен құрылды. Өзінің өңірлік орталық өзін шынында да іс-әрекетке қабылдай алатын платформа ретінде өзін танытты. Бейбітшілік үшін, осы сенімге негізделген қарым-қатынасты ілгерілету үшін, онымен қатар өңірлік қазіргі таңда орталықтың негізінде
мемлекеттік осы өңір мемлекеттерімен сонымен қатар басқа да халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық жолға қойылды. Жаңа форматтағы сонымен қатар академиктер, превентивті саясат, әйелдер, орталық Азия мемлекеттерінің әйелдерінің диалогы. Біз болашақ осы өңірлік орталықта және халықаралық оның бұл одан әрі Түркменстанның 2 резолюцияның қабылдауына арқау болды. Бұл өңірлік орталықтың рөлі превентивті саясат бойынша. Құрметті әріптестер, құрметті форумға қатысушылар, әлем және бейбітшілік бұл әлемдің тұрақты дамуы үшін басты тірек болып табылады. Әлем қазір әртүрлі сын-қатерлерге тап болды. Саяси, гуманитарлық, экономикалық сын-қатерлер және сонымен қатар экологиялық сын-қатерлердің өсуі 2025 жылды бейбітшілік және сенім жылы деп анықтау, жариялау, оның Түркменстанның оны бастамашыл болуы, ассамблеяның оның қабылдануы үшін ерекше маңызға ие болды. Осы мемлекеттердің бірлесе отыра ниеттестікті осы баламасыз негіз ретінде қабылдау, мойындауға себеп болды. Назарларыңызға рахмет. Спасибо большое. Көп рахмет, Бахтияр Муратович. Сіздердің осы айтқан сөзіңіз 30 жылдық бұл мерейлі дата болып табылады. Түркменстан оған дайындалып жатыр, оны біз білеміз. Бұл мәнмәтінде де сіз айтып өттіңіз, сіздің ұсынысыңыз өте қызықты болып табылады. Яғни Түркменстанда әртүрлі институттары бар, шөлейттерді зерттеу институттары бар. Ол климаттық су өзгерістерді зерттеу. Түркменстан о жақта тұрғындармен сондай әңгіме жүргізу бағытында да жұмыс жасауда. Біздің халықаралық зерттеу институттарындағы біздің әріптестеріміз де сол жақта осындай диалогтарды жүргізіп, ол жақта осы әртүрлі бағыттарда жұмыс жасауда. Біз әртүрлі жаһандық өзгерістер туралы айтып жатырмыз, көп векторлы нәрселерін айтып жатырмыз, және де осы стратегияларға байланысты бұл жерде ішкі өзгерістерді түсіну керек шығар осы орталық Азиядағы. Яғни ол қандай өзгерістер болуы мүмкін? Олар әлеуметтік өзгерістерге бейімделу мүмкін, ол да бір аспектінің бірі болып табылады. Менің ойымша, Қырғызстан осындай бірегей тәжірибесі бар ел болып табылады. Осы кезеңді, осы белсенді реформалардың кезеңінде, менің ойымша, осы біздің келесі спикеріміз Қадырбекұлы, директордың орынбасары, стратегиялық және ұлттық институттардың директорының орынбасары болып табылады. Яғни әртүрлі бастамаларды көтеріп отырады. Ол президент әкімшілігі үшін және де үкімет үшін де сондай негізгі мәселелерді талқылайтын осындай орталық болып табылады деп ойлаймын. Сіз өз кезек өзіңізде көп рахмет сізге, модератор мырза. Осы жерде ұйымдастырушыларға алғысымды білдіргім келеді. Енді дәстүрлі түрде осы форумға шақырған үшін және де форумға қатысуға мүмкіндік алғаным үшін. Бұл тақырып өзі бір бірегей тақырып болып табылады, және бүгінгі таңда біз барлығымыз бақылап отырмыз. Экономикалық өсу, яғни орталық Азиядағы экономикалық өсу, ол жақтағы көрсеткіштер әртүрлі экономикалық өсуге байланысты. Барлық экономисттер бұл жерде өте жақсы түсінеді, және бұл жерде экстенсивті факторлерге қатысты қалыптастырылған және логистикалық маршруттардың қалыптасуы, және де қаржы, инвестициялық ағындардың қайта келуі деген сияқты солардың барлығы, бұл тенденциялардың барлығы 5 жылға дейін созылуы мүмкін. Біз осы арада
мынаған дайын болуымыз керекпіз. Бұл тенденция аяқталған кезінде біз сондай интенсивті макроэкономикалық өсуіміз керек. Макроэкономикалық өсу дегеніміз не? Яғни бұл жерде ел мынау өнім өндірушілер өзінің өнім өндірушілерінің арқасында тұрақты сонда экономикалық өсуді жасай алады. Негізгі бағыт бұл жерде мына әлеуметтік мәдени ресурстар болып табылады. Яғни бұл жерде инновацияға қаншалықты ол бейім екені, индивидуализмге қаншалықты бейімделген, және сенім қаншалықты ол жерде бар екен, және де осылар бойынша бірнеше көрсеткіштер бар. Менің ойымша бұл орталық Азия елдері үшін өте маңызды ақпарат болып табылады. Осы жақындағына лауреаттарды жариялаған болатын. Нобель премиясының жүлдегерлерін жариялаған болатын. Яғни осы технологиялық өсуге байланысты бұл жерде неліктен бұл жұмыс жасайды деген сұрақ қойды. Яғни сонымен қатар олар бұл қалай жұмыс істейтін еді жауап берді. Яғни неліктен және де қалайша жұмыс істейді деген ол екеуі де екі түрлі бағыт. Яғни менің түсінігім бойынша бұл механизм, яғни мемлекет саясат арқылы, өздерінің институттары арқылы бұл жұмыс істейді деп сенеді, және де солықтан олар осындай саясатты қалыптастырады, және де өздері қандайда бір құрал ретінде бұл нәтиже қандай нәтижеге келетінін, немесе қандай жетістік беретінін сол жақта бақылап отырады. Яғни осы бағытта біз бірінші кезекте сондай интеграциялық процестегі маңызды сондай нәтижелерді, және де тұрақты дамудың өсуіне байланысты біз солны бақылауымыз керек. Енді негізгі екі себепке тоқталғым келеді. Бірінші себеп ол, яғни табыстың біздің еліміздегі халықтардың сондай табыс көзінің деңгейі, яғни орташа табыстың деңгейі, және де ол әлеуметтік көмек берілетін көмектер өкімет тарапынан. Яғни осы жердегі интенсивті көмек кепілді түрде сондай мемлекеттің маңызды мәселелерін орындауға бағытталу керек. Ал екіншісі, ол да негізгінің бірі, елдің көшбасшылары триггердің рөлін айқындайды, және де олар сондай қара аққу деп аталады, және олар әртүрлі оқиғаларды, яғни сондай қандай да бір саяси оқиғаларға байланысты сол жақта шешім қабылдай отырып, қандай да бір саясаткер бір триггерді жасай отырып, сондай сол саяси қабылданған шешімдердің өздерінің үлестерін алдырады. Өкінішке орай тағы да бір саясаткерлер бар, олар сондай мәжбүрлі түрде осындай саясатпен күресу тиіс болып табылады. Яғни біз осы жерде ішкі сипаттамаларды сараптай келе осындайдың алдын алуға байланысты шараларды жасауымыз керек болды. Бізде шекараның арасында жанжал болды, және де осы дипломатиялық сапаның нәтижесінде ол триггер ретінде орталық Азияда тұрақтылық пайда болды, және де бүгінде біз барлығымыз осындай дипломатиялық қарым-қатынастар арқылы, дипломатиялық жолдар арқылы осындай тұрақтылықты құруға болатынын біз дәлелдеп отырмыз. Біз осы өзіміздің еңбектерімізді қарадық, және де
мүмкін мен байқамай да қалған шығармын, мүмкін мен білмей көрмей қалған шығармын. Осындай мынау ғылыми еңбектерді немесе жарияланған мақалаларды, яғни осы орталық Азия елдерінің халқы туралы жазылған. Біз барлықтарыңызды бірлесе отырып жұмыс істеуге шақырамыз. Осы бағытта бірлесе отырып сондай мәселені шешуге, және де қай жерде жұмыс жасау керек, және де ол жердегі атқарған жұмыстарымыз нәтижесінде нені беретінін, және де жаңа сондай сын қатерлерге дайын болу керектігімізді айтқым келеді. Менде барлығы осы. Көп рахмет. Шыңқырбек Әділбекұлы, триггер және қара аққу лидерлер туралы сондай бір жақсы қарым-қатынастарды айтып өттіңіз. Енді біздің ойымша барлық лидерлер ол аққулар болады деп ойлаймыз, және де позитивті өзгерістер болады деген сенімдеміз. Мынау Қырғызстанда біз дайынбыз бұндай зерттеулерге, және де біз оны қолдаймыз да, оны синхронизация жасау да керек. Мына экономикалық тұрғыдан да, және де қаржылай тұрғыдан да, әлеуметтік жағынан да ол өте маңызды бағыттардың бірі болып табылады. Осы жылы енді мына келесі айда 8-ші консультативтік сондай форматта мына орталық Азия елдерінің саммит басшыларымен кездесу өтеді. Бұл синхронды түрде мына сарапшылармен бірге өтетін кездесу мен синхронды түрде өтіп отырады, және де ол жақта барлық зерттеу институттарының өкілдері қатысады. Яғни 2018 жылы болған еді. Осы 2 ай бұрын Ташкент августта осындай бір форумды өткізді, және де ол жақта көптеген ұсынымдар қабылданды. Мына стратегиялық өңір аралық зерттеу институттарының шешімдері қаралды. Мен келесі спикерді таныстырғым келеді. Ол стратегиялық сондай Өзбекстан Республикасы президентінің жанындағы осындай біздің өкіліміз Өзбекстаннан қандай ұсынымдар, яғни болашақ векторға осы траекториялардың бұл тек қана формат түрінде ғана емес, сонымен қатар осы серіктес ретінде күн тәртібіндегі мәселелер өңірлік деңгейде осы қалай өткізіледі, сол туралы айтып берсеңіз. Сізге сөз беріледі. Көп рахмет сізге. Сәдіқай Исламұлы, ең бірінші кезекте сондай алғысымды білдіргім келеді. Осы біздің серіктестерге осындай қонақжайлық білдіргендеріңізге, және де осындай үлкен шараны ұйымдастырып отырғандарыңызға алғысымды білдіргім келеді. Енді маған дейінгі спикерлерде өз сөздерінде атап өтті, яғни өңірде бүгінгі таңда осындай өңірлік ынтымақтастықтың жаңа бағыттары серпін беруде, және біздің өңірге оның алдында енді айтылған бірінші кезекте әрине мына өңірлік ынтымақтастық негізінде бізде тиімді өзара байланысты осындай жұмыстар жүргізілуде. Бүгінгі таңда 17 форматтар бар, парламент деңгейінде, ведомствоаралық деңгейде, яғни горизонтальды түрде, вертикальды түрде де бізде осындай диалогты қалпына келтірдік, сенімді қалыптастырдық, яғни сол арқылы біз көптеген өзекті мәселелерді шештік, және ол ұлттық мәселеге қатысты, су ресурстарына байланысты, көлік мәселесіне байланысты. Ал екінші мәселе ол біздің экономикалық ынтымақтастық мәселесі. Осы жерде мен бір айтып өткім келгені, өңірлік сауда мәселесіне келетін болсақ, ол жердегі сапалы деңгей, осы жерде біздің байқап отырғанымыз бірлескен кәсіпорындар қазіргі кезде өндірістерін сондай жақсы жүргізуде, және де оған дәлел бүгінгі шарада болып отыр. Яғни
бүгінгі таңда мына Қырғызстанмен, Қазақстанмен, Тәжікстанмен осы арнайы техникаларды шығару жөніндегі заводтар жұмыс жасауда. Яғни келесі негізгі момент ол мына трансөңірлік ынтымақтастық болып табылады. Яғни осы жерде мына бірлескен кәсіпорындар үшінші өңірге өте отырып, мынау жасанды энергия көздерін пайдалану арқылы өздерін мынау темір жол арқылы мына Қырғызстан, Өзбекстан арасындағы темір жол байланыстарын да дамытуда. Келесі мәселе ол геосаяси мәселе болып табылады. Бұл жерде мынау өңірлік деңгейде орталық Азия елдері арасында бұл осындай жалғасуда. Яғни бізде 20-дан астам қарар қабылданды орталық Азия елдері арасында. Осы соңғы 8 жыл ішінде бұндай қарарлардың саны 35-ке дейін жетті. Одан бөлек орталық Азия плюс форматында бізде геосаяси жағдайларды нығайту мәселесі де қарастырылды. Бұл тарапта әрине біз түсінеміз, біздің алдымызда тұрған мақсаттарды орындау және оларды игеру. Сонымен қатар біздің алдымызда ішкі және сыртқы факторларға байланысты мәселелер де туындауда әрине. Және осы жерде бізде өте сондай бір қолайлы жағдайлар бар. Бұл жерде ең маңыздысы орталық Азиядағы кеңістікте сонда еркін геосаяси жағдайды сақтап қалу өте маңызды болып табылады. Және де бұл біздің осындай дамудың кепілі болып табылады. Яғни біздің еліміздің экономикасы көп нәрселерге байланысты. Ол мұнай, газ секторы және де өнеркәсіп салаларына көп байланысты болады. Яғни қазір кезде 20% осы Ресейдің өнеркәсібі бізге сондай жұмыс жасауда деп айтуға болады. Және осы жерде үшіншіден көліктің осындай қиылысу деп айтылады. Бұл стратегия, яғни орталық Азия елдерін арқылы жүретін осындай жүктердің құнның артуы. Төртінші ол цифрландыру болып табылады. Енді бұл да айтып отқан. Яғни бұл жерде экономикада жалпы инвестиция туралы айтатын болсақ, ол жерде салық 7 есе қазір кезде өсуде. Яғни 28 жылдарға дейін ол 25%-ға дейін, 25%-дан 68%-ға дейін өсуде. Яғни осы жердегі қаржыландыру деңгейін шектеу мәселесі де қарастырылды. Бесінші демографиялық сын-қатерлер болып табылады. Яғни орталық Азияда 100 миллион адам болатын болса, ол жерде еңбекке қабілетті 50-ден 70 миллионға дейін. Бір тараптан қараған кезінде біздің бұл экономикалық өсуге қайлатысты драйвер болатын болса, ал екінші жағынан біз жеткілікті қажетті жұмыс орындарын қамтамасыз етуге де сондай шаралар қарастырылды. Яғни ол әлеуметтік сондай жауапты болады. Енді осы жерде орташа әлемдік көрсеткіштер 2040 жылға дейін 25%-ға дейін төмендеу мүмкін. Бұл сарапшылардың айтып отырған көрсеткіштері. Жетіншіден Ауғанстандағы жағдай.
яғни осы Ауғанстанға қатысты стратегиялар, оларды оқшауландыру және де ол елдегі барлық тұрақты жағдай біздің елдеріміздің тұрақтылығына да көп байланысты болады. Яғни ол ауыл шаруашылығы болсын және де экономикалық, энергетикалық мәселелерде қаралады. Енді жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, сіздердің назарларыңызға мынаны айтқым келеді. 5 бағыт осы біз осыған аса назар аудару керекпіз. Яғни бұл осы саяси деңгейдегі өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Яғни осы жерде мына жұмыстың нәтижелілігін арттыру қажет болып табылады. Яғни орталық Азияда осы бірыңғай осындай желісті қалыптастыру бағытындағы жұмысты жасау керек. Яғни осындай бірыңғай нарықты қалыптастыру қажет. Біздің экономикамызға қатысты осындай өзінің артықшылықтары бар осы салаларда. Яғни бізді сапалы өмір және біздің елдер арасындағы сондай татулықты да айтуға болады. Яғни Өзбекстан осы жерде өңірлердің ішкі өңірлердің сондай дамуына қатысты мәселелерді көтереді. Соңғысы ол өңірлік су энергетикалық мәселелер болып табылады, яғни соларды тұрақтандыру. Яғни осы мақсаттарды, міндеттерді тиімді жүргізетін болсақ, біздің өңір аралық орталық деңгейде де жақсы өтетін болады. Көп рахмет сізге. Сіз жақсы атап өттіңіз. Бұл жақтағы мүмкіндіктер барлық өңірлер үшін сіз өте жақсы сондай сапаларды, демографиялық өзгерістер туралы да айтып өттіңіз. Өзбекстан осы жерде ең халқы көп сондай өңірдің бірі болып табылады. Яғни бұл стратегиялық, климаттық және де су ресурстарына келетін болсақ, олардың барлығы осы сіздердің елде көп қаралады. Енді келесі мәселе, сізге көп рахмет. Бізде уақытымыз шектелді, бірақ залдан бір сұрақты қоюға мүмкіндік бар. Енді Айсұлу Молдабекова, экономика институты зертхана меңгерушісі, Нархоз университетінің зерттеушісі болып табыламын. Сіз өздеріңіздің сөйлеріңізде өте жақсы атап өттіңіз. Демографиялық мәселе орташа, Орта Азияда, сонда олардың әлеуеті орташа және де орталық өңір үшін үлкен челлендж болып отыр. Менің сұрағым мынандай. Осындай қандай перспективаларды көріп отырсыз? Яғни білімнің сапасына байланысты және де осындай ғылыми зерттеу жұмыстарына қатысты оларды осы әлеуетті ары қарай игеру керек па, жоқ әлде біз адами капиталдың сапасын жоғары көтеру керек сияқтымыз осы жерде. Бұл жерде бірге ынтымақтаса отырып жұмыс жасаған кезінде осындай Жандос, өте маңызды мәселе. Сізге көп рахмет. Сіз енді жоғарыда Times Heritage-дағы сондай статистиканы көрген болса, орталық Азияда осы рейтингте осындай ілгерілегендігі айқындалады. Оның ішінде Назарбаев университеті кірді, ал Өзбекстанда 5 университет кірді. Енді басқа елдер бойынша да оны атап өтілді. Сапалы білім беру деңгейі жақсаруда. Бізде қазір сондай үздік озық шетелдік университеттердің филиалдары қазіргі кезде елімізде ашылуда. Шаңқарбек Әділбекұлы интенсивді сондай сапалы өсуге назар аудару керек. Былтыр мен басқа жерде жұмыс жасаған болған едім. Сол кезде біз Өзбекстаннан
делегацияны каршы алдык. Мысалы Назарбаев университеті бұл жерде мына орталық Азия студенттеріне арнайы гранттар бар, және де бұл жерде мына Өзбекстан университетінің тарапынан жасалған өте жақсы қадам, яғни бұл жерде мына білім беру жүйесін сапалы және де оны көтеру ол міндетті түрде қажет. Ол тек қана мына интенсивті емес, инклюзивті өсуге алып келеді. Яғни осы жерде, осы аудиторияда лекция өткен болатын Нобелев лауреаты, яғни ол осы инклюзивті өсу тақырыбына бағытталған. Яғни біздің тақырыптарымыз, осы форумның тақырыптары инклюзивті бағытқа арналады. Көп рахмет. Рахмет сізге. Экономиканың өсуімен қатар біз жыл сайын адам санының өсуіне қарай біз жаңа 100 мың жұмыс орнын ашуымыз қажет. Экономиканың даму әлеуеті оны қолдайды. Сөйтіп біз білім жүйесі арқылы біз тағы да қосымша бағыттарды анықтауға, әртараптандыруға тырысып жатырмыз. Осы күшкерлердің барлығы мемлекеттік бағдарламада қабылданып жатыр. Ішінде шет тілдерін терең үйгеру, орыс тілі, ағылшын тілі арқылы, осы арқылы стратегиялар іске асырылып жатыр, және осы арнайы білім беру арқылы көптеген біздің азаматтарымыздың көбісі олар осы орталық Азияның жоғары білім орындарында оқып жатыр. Бұл белгілі бір қадамдар қабылданып жатыр. Болашақта да қабылданады деген ойдамыз. Рахмет сізге. Осыған қатысты біз жастар бағдарламасын қабылдадық. Онда болашақ мамандықтарды даярлауға, таңдауға ерекше басымдық беріледі. Білім беру жүйесі қажетті білім алуға, мамандықты дұрыс таңдауға қатысты бізде бағдарламалар бар. Қазақстанның осы білім беру жүйесінде 5 мыңға жуық түркменстандық студенттер білім алуда. Олар білім алып, тек қана біз оларды, біздің студенттерімізді жасыл энергетика, сутек секілді тақырыптарға біздің студенттерімізді мамандандырып жатырмыз. Біздің алғашқы кезеңдерімізде бұндай жұмыстар жастар саясатымызда бізде мұндай бағдарлама іске асырылып жатыр. Рахмет сізге. Айтқым келетіні, бізде бұл өте маңызды мақсат біздің мемлекетіміз үшін. Сіз айта кеткеніңіздей, бізде әртүрлі академиктер бар, ғалымдар бар, әртүрлі мақалалар. Бірақ осы зертханалардың барлық әзірлемелер, бастамалар зертханаларда қалып қояды, немесе қағаз күйінде. Зертхана мен магазиннің, дүкеннің осы идеяның продукт, өнім болуы үшін біздің институттық көпіріміз әлсіз. Біз қазір кезең-кезеңімен осы біздегі барлық әзірлемелерді іс жүзінде өнімге айналдыру бойынша қадамдар қабылданып жатыр. Біз бұл бағытта бәсекелеспеуіміз қажет. Болашақта біз Қазақстандағы біздің сонымен қатар өзара тиімді, барлық мемлекеттер үшін өзара тиімді шешімдерді іздеуге мүмкінді болады. Бақтияр Рустамович, біз
демографиялық тұрақтылықты қамтамасыз ету ол кешенді қадамдарды қажет етеді. Білім беруді арттыру, білім беру сапасын арттыру. Осы Өзбекстанда біз ерекше басымдық білім беру саласына ғана емес, сонымен қатар кәсіби даярлыққа ерекше басымдық береміз. Бізде моно орталықтар бар, осы белгілі бір мамандыққа даярлау бойынша. Сонымен қатар біз шетелдік мемлекеттік органдармен, Германия, Жапония мемлекеттермен жұмыс жасаудамыз. Және сонымен қатар біз гендерлік теңдікке ерекше басымдық береміз. Себебі халқының 50% әйелдер, нәзік жандылар. Сол себепті бұл бағытта да біз жұмыс жасаудамыз. Және біздің жастар саясатында біз өз-өзіне қалыптастыру үшін жағдайлар жасаудамыз. Және осындай несиелерді тарту, кәсіпкерлікке баулу бойынша. Рахмет, құрметті әріптестер, құрметті біздің сессиямыздың уақыты аяқталды. Және құрметті панельдік сессияға қатысушыларды қол шапалақтауларыңызды сұраймын. Және біздің көбірек параллель түрде бізде сайт ивент болады. Орталық Азия, Ауғанстан баяндамасы сайт ивентке қатысуға болады. Қаласаңыздар, бұл соңғы 5-ші сессияның тақырыбының алдын ала қызықты болады деген ойдамын.